Тағы да сәлеметсіздер ма? Мен сіздерге мынау қазақша ребус жасайтын генератормен таныстырғым келеді. Қазір осы видеоның астына сілтемесін тастаймын. Кез келген сөзге дайын ребус жасап алуыңызға болады. Сосын сол ребусты копировать етіп алып шығарып алсаңыз да болады. Ол үшін мына жерде не тұр ғой, мынау исходное слово деп тұр ғой, сол жерге барып жазамыз. Мына жерге мысалға не жазайын? Кітап деп жазып көрейінші. Кітап. Осыны жазамда, мына жақта не тұр? Мына создать ребус дегенді басам. Мінекей, мына жерде не шықты, мынандай сурет шықты да, осыны скачать етіп алып шығарып алуға болады. Өзіңіз кез келген тақырыпта, кез келген сөзге осындай ребус жасап алуыңызға болады екен қазақша. Мына бүркіт қой. Бүркіттің 3 әрпін ал дейді. Бірді алып тастаймыз, сонда кіт деген сөз қалады ғой. Кіт деген, кітке мына 2 апты қосамыз, кітап деген шығады екен. Міне қыздар, әріптестер, сіздерге бөлісіп жатырмын.